Бүгінгі біз оқиға болған жерді қарап тексеру жүргізудің екінші дәріс сабағын жалғастырамыз. Бірінші дәріс сабағында біз оқиға болған жерді қараудың процессуалдық жағын қарайтын болсақ, бүгін біз оның криминалистикалық тұрғыдан қарастыратын боламыз. Сондықтан қарастыратын сұрақтарымыз: оқиға болған жерді тексерудің кезеңдері мен тактикалық әдістері, мәйітті табылған жерде тексеру процесі мен нәтижелерін бекіту болып табылады. Оқиға болған жерді қарау, оқиға болған жердегі жағдайды, қылмыс пен қылмыскердің іздерін басқа да дәлелдемелермен бірге анықтауға мүмкіндік беретін нақты деректерді анықтауға, есепке алуға және зерделеуге бағытталған шұғыл тергеулік әрекет. Оқиғаның механизмі және зерделетін оқиғаның басқа да мән-жайлары туралы қорытынды жасау болып табылады. Біз оқиға орны мен қылмыс орнын ажырата білу керекпіз. Сондықтан оқиға орны бұл қылмыс жасалған немесе оның іздері табылған жер учаскесі немесе үй-жай. Оқиға орны қылмыс жасалған жер ғана емес, ұрланған мүлік, мәйіт, қылмыс құралдары табылған үй-жай немесе басқа да орын болып табылады. Осылайша, оқиға болған жер тек тергеліп жатқан оқиғаның болған жерін ғана емес, сонымен бірге оның дайындығы, қай жерде жүргізілгенін, оның салдары қай жерде анықталғанын білдіреді. Бір іс бойынша бірнеше оқиға орны болуы мүмкін. Бұл жерде қылмыстың іздері де болуы мүмкін. Олардың ашылуы қылмысты ашуға айтарлықтай әсер етуі мүмкін. Қылмыс орны деп қылмыс жасау немесе қылмыстық нәтиженің басталу аймағы. Оның іздері басқа жерлерде, яғни осы аймақтан тыс жерлерде де табылуы мүмкін. Қылмыстық процестік кодекске сәйкес қараудың мақсаты қылмыс іздерін анықтау және қылмыстық іс үшін маңызы бар басқа мән-жайларды анықтау болып табылады. Осылайша, жалпы теориялық көзқарасты ескере отырып, қараудың мақсатты дәлелдемелері жинау және зерттеу болып табылады. Оқиға болған жерді қараудың мақсаты қылмыс іздерін анықтау және қылмыстық іс үшін маңызы бар басқа мән-жайларды анықтау болып табылады. Оқиға болған жерді қараудың жалпы міндеттері: оқиғаның механизмін барлық егжей-тегжейлі анықтау, яғни оқиға орнында нақты не болды және қалай болды деген сұраққа жауап алу. Оқиға болған жерді қараудың жалпы міндеттері бірнеше нақты міндеттерге бөлінеді. Ол: бірінші, оқиға болған жерді қарау кезінде жағдайды зерделеу және есепке алу. Екінші, қылмыскердің қоршаған ортаға әсер ету сипатын анықтау. Үшінші, қылмыс пен қылмыскердің іздерін анықтау, есепке алу және төртінші, қылмыскердің жеке басы және қылмыс жасау себептері немесе қылмыстың жоқтығы туралы мәліметтер алу болып табылады. Келесі, қылмыс жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды анықтау. Қылмыс жасау нәтижесінде немесе басқа да себептер бойынша орын алған жағдайларды анықтау. Сонымен қатар, жағымсыз жағдайларды анықтау, кейінгі тергеу әрекеттер мен жедел іздестіру шаралары үшін қажетті мәліметтерді алу болып табылады. Енді қарау объектісіне көшейік. Қылмыстық процестік кодексте алдын айтып кеттік. Қарау объектісі болып жер учаскесі немесе үй-жай, оқиға орнының жағдайы, мәйіт пен мәйіттің бөліктері, қылмыс пен қылмыскердің іздері, оқиға орнындағы басқа заттар немесе құжаттар, көлік құралы, тұрғын үй болып табылады. Оқиға болған жерді тексеру барысында тергеуші зерттелетін оқиғаның психологиялық модельдеуге жүгінеді. Бұл оқиға орнының жағдайын бақылау және қабылдау процесін мақсатты етуге мүмкіндік береді. Мысалы, нақты жағдайларда және ақыл ой моделіне сәйкес кісі өлтіру орнын тексеру кезінде тергеуші қылмыскердің іздерін, кісі өлтіру құралдарын, қан іздерін, биологиялық шығу тегінің басқа да іздерін, аяқ киімнің іздерін және тағы басқа іздерді іздейді және орын алған қылмыс оқиғасын ойша қайта жасайды. Табылған фактілер, заттар, белгілер зерттелуі, алынуы, хаттамада көрсетілуі тиіс деген мәселені шешудің маңызды критерийі олардың зерделейтін оқиға қатынасын
белгілеу болып табылады. Сондықтан тергеуші тексеру процесінде бір жағынан табылған заттар, құбылыстар, белгілер мен екінші жағынан зерттелетін оқиға арасындағы себептік байланыстың болуын немесе болмауын анықтауға тырысу керек. Оқиға орнында табылған оқиғаның тергеліп жатқан оқиға қатыстылығы туралы мәселені ойша шеше отырып, тергеуші әртүрлі себептерге байланысты қателесуі мүмкін. Өйткені оқиға болған жерді тексеру процесінде себеп салдардың байланысты табу өте қиын міндет. Тергеуші қылмыс оқиғасына қатысты белгілі бір фактілерге, жағдайларға назар аудармауы мүмкін. Мұндай қателіктердің пайда болу мүмкіндігін болдырмау немесе айтарлықтай азайту үшін біріншіден тексеру басталғанға дейін мүмкіндігінше көп ақпарат алуға тырысу керек. Куәгерлерден, жәбірленушіден, сарапшыдан, мамандардан, анықтау органдарының қызметкерлерінен. Екіншіден, негіз ретінде қажетті фактілер мен жағдайлардың мүмкіндігінше көп санын зерттелетін оқиға бойынша нұсқаларды ұсыну болып табылады. Оқиға орнын тексеру нәтижесінде алынған қылмыскердің жеке басы туралы ақпарат шартты түрде, салыстырмалы түрде, сенімді және ықтималды болып бөлінуі мүмкін. Оқиға болған жерді қараудың уақыты бойынша енді біз оның түрлеріне кеттік. Бастапқы және кейінгі бөліп бөлінеді. Екінші, оқиға болған жерді қараудың ауқымы бойынша негізгі және қайталама оқиға болған жерді қарау болып бөлінеді. Жалпы сіздерге тапсырма. Қылмыстық процестік кодекспен жұмыс істеуді үйрену үшін сіздер сол қылмыстық процестік кодекстен осы қарау, оқиға болған жерді қарап тексерудің негізгі қайталама, бастапқы және кейінгі деген түрлерін конспектілеп келесіздер. Оқиға орнын тексеруді кезеңдерге бөлуге болады. Мұндай бөлудің мәні тексеруге қатысушылардың іс-әрекетін жүйелеу, тексеруді сапалы жүргізуге мүмкіндік беретін, олардың іс-әрекетін дәйектілігін орнату болып табылады. Сондықтан кезеңдер дайындық, жұмысшы, қорытынды кезең болып үшке бөлінеді. Оқиға орнын қараудың дайындық кезеңде екі кезеңге бөлінеді. Бірінші, тексеру орнына барар алдында, және екінші, тікелей тексерілетін жерде дайындық әрекеттері болып екіге бөлінеді. Бірінші кезеңнің құрылымында келесі әрекеттер кіреді. Бірінші, келіп түскен ақпаратты анықтау және нақтылау. Қылмыстың мән-жайын алдын ала зерделеу қажет. Оқиға орнын тексеруге қатысушыларды қалыптастыру, қажетті техникалық құралдар дайындығы мен жарамдылығын тексеру болып табылады. Оның жасалған жерін күзетуді қамтамасыз етуге шаралар қабылдау. Тергеу жедел тобы келгенге дейін мұндай өзгерістер кім және қандай мақсатпен жүргізілуі мүмкін екенін анықтау үшін. Қажет болғанда жағдайларда оқиға орнынан барлық бөгде адамдарды алып тастау қажет. Тексеру барысында шешілуі керек нақты міндеттерді нақтылау керек. Келесі, оқиға орнына келген кезде тергеуші жетекші ретінде келесі әрекеттерді орындауы қажет. Ол үкімдер шыққанға дейін олардың деректерінің орындалуын тексеру. Қолда бар жағдайды ескере отырып, өз іс-әрекетінің жоспарын белгілеу. Тексеру шекараларын, іздер мен заттай дәлелдемелерді табу, бекіту және алу жөніндегі іс-қимылдардың реттілігін нақтылау. Бұл жоспарды қараудың жекелеген қатысушыларымен келісу. Сонымен қатар, алдағы тергеу әрекетіне қатысушылардың құқықтары мен міндеттерін түсіндіру болып табылады. Әдебиетте жиі зерттеу деп аталатын оқиға болған жерді қараудың жұмыс кезеңі оқиға болған жерді жалпы тексеруді және егжей-тегжейлі тексеруді қамтиды. Жалпы тексеру кезінде тергеуші мен маман оқиға болған жерде тексеру шекараларын анықтау қажет. Орналасқан жермен және жағдайымен танысу қажет. Олардың зақымдануынан немесе жойылудан сақталу бойынша шаралар қолдану қажет. Сонымен қатар, тексеру жоспарын белгілеу керек. Тексерудің тактикалық тәсілдерін таңдау туралы мәселені де шешеді. Дәл осы кезеңде бағдарлау, шолу және түйіндік
фотосуреттер түсіріледі. Қараудың негізгі үш тәсілінің бірін таңдайды. Ол қандай? Концентрлік, эксцентрлік және фронтальды. Оқиға болған жерді қараудың түрлері. Қараудың концентрлік тәсілі тексеру бойынша оқиға орнын шеткі белгілерінен ортасына қарай спираль түрінде жүргізіледі. Ол әдетте белгілі бір жерде орналасқан ең маңызды нысан немесе шартты нүкте деп түсіндіріледі. Орталық ретінде мәйіт жатады, бұзылған сейф, қабырғадағы үзіліс және тағы да басқа болуы мүмкін. Эксцентрлік тексеру әдісі ол орналастыратын спираль әдісі. Оқиға орнының ортасында оның перифериясына дейін жүргізіледі. Егер қарап тексерудің барысында қарап тексеру орнының шекарасын анықтау мүмкін болмаған жағдайда қолдану үшін орынды. Фронтальды тексеру әдісі олардың бір шекарасынан екіншісіне дейінгі аудандарды сызықтық тексеру түрінде жүзеге асырылады. Қараудың бұл әдісі тексерілетін аумақ пен кең және ерекшеленетін жолақтарға, учаскелерге, яғни оңай бөлуге болатын жағдайларда қолданылады. Бір немесе басқа әдісті қолданудың тұрақты ережесі жоқ. Әдісті таңдау кезінде оқиға орнын қараудың нақты жағдайлары ескертіледі. Сонымен, бөлмені тексеру әдетте оған кіре берістен, яғни концентрлі түрде жүргізілуі керек. Ашық жер тексеруді орталықтан периферияға, эксцентрлік әдіспен жүргізетін жөн. Өйткені кейде тергеушінің басында оқиға орнының шекарасын немесе аумақ өте кең болған кезде фронтальды тексеру әдісімен анықтау қиынға соғады. Жалпы тексеру аяқталғаннан кейін егжей-тегжей тексеру кезеңі басталады. Оның барысында түйінді және егжей-тегжейлі фотосурет түсіріледі. Оқиғаның жекелеген бөлшектері, іздер мен заттай дәлелдемелер, мәні бар заттар алдымен олар табылған күйінде, содан кейін сот фотосуреттің тәсілдерін пайдалана отырып суретке түсіріледі. Нысандар мұқият және егжей-тегжейлі тексеріледі. Осы мақсатта оларды ең аз жанасу нүктелері үшін алуға болады. Саусақтардың іздерін басқа да іздер, микробөлшектер болу мүмкін екенін ұмытпау қажет. Оқиға орнында қылмыс пен қылмыскердің іздерін іздестіру және табу үшін барлық қол жетімді шараларды қолданылу қажет. Қылмысты ашу және қылмыскерді іздестіру мақсатында іздерді алатын зерттеу жүргізіледі. Іздер бар объектілер немесе олардың бөліктері таңдалады. Алып қоюға болмайтын объектілерден іздер алынады. Ал егер бұл мүмкін болмаса, іздердің көшірмелер алынады, немесе оның құймалары дейді. Және жағымсыз жағдайлар тіркеледі. Оқиға орнын қараудың соңғы кезеңі мынадай іс-әрекеттер жүргізіледі. Барлық объектілер қаралғаннан тексеру мақсатында оқиға орнын қайта қарау өндірісін қарастырады. Оқиға орнынан алынған объектілерді буып түйу, сондықтан мәйітті саусақ көшірмелеу және сот медициналық мекемеге жіберу. Алып қою мүмкін емес дәлелдерді, маңызы бар объектілерді сақтау үшін шаралар қабылдау. Оқиға орнынан осы тергеу әрекетінде қатысушылардың жасаған өтініштерін есепке алу және қажет болғанда олар бойынша барабар шаралар қабылдау. Оқиға орнының жоспарлары мен схемаларын жасау. Оқиға орнын тексеру хаттамасын жасау. Оқиға орнын қараудың соңғы кезеңіндегі негізгі тексеру хаттамасын және қажетті жоспарлар мен сызбаларды жасау болып табылады. Жағдайды сипаттау кезінде тергеуші әрдайым болашақта оқиға орнының жағдайын қайта құру қажеттілігі туындауы мүмкін. Және бұл хаттамада сапалы жасалған жағдайда ғана мүмкін болады. Хаттамада жақын, жуық, мүмкін сияқты белгісіз сөздер мен өрнектерді қолдануға, сондай-ақ қандай да бір болжам жасауға жол берілмейді. Жәбірленушінің материалдық жауапты адамдардың тексеруге қатысқан куәгерлердің мәлімдемелерін ғана тіркеуге болады. Объектілердің орналасқан жерін сипаттау кезінде қозғалмайтын заттарға қатысты екі координатаны көрсету қажет. Хаттаманың соңғы бөлігінде тергеуші алынатын объектілердің тізімдейді және оларды орау тәсілін көрсетеді.
Егер суретке түсіру қолданылса, суретке түсірілген нысандар тізімделеді. Суретке түсіру шарттары мен түсіндірілетін суреттердің саны көрсетіледі. Фотосуреттер жасалғаннан кейін олар фото кесте түрінде жасалынады және хаттамаға қосылады. Хаттамаға оқиға орнының схемалары мен жоспарлары да қоса тіркеледі. Хаттамада оқиға болған жерді тексеруге қатысатын адамдардың техникалық құралдары, қайсысын және дәл кім қолданылғаны туралы көрсетіледі. Оқиға орнын тексеру хаттамасында қарап тексеруді жүргізген адамның барлық іс-әрекеттері сипатталады. Техникалық құралдары, қолдану нәтижелері және қарап тексеру кезінде табылған барлық нәрсе қарап тексеру жүргізілген реттілікте көрсетіледі. Тергеуші сот дәрігерімен бірге мәйітті табылған жерде тексерген кезде оны анықтауға және хаттамаға енгізу үшін төмендегі ақпараттарды анықтайды. Бірінші, мәйіттің позасы, аяқ қолдарының орналасуы, әртүрлі іздер, мәйітте орын жанында және астында орналасқан заттар, мәйіт орналасқан беттің жағдайы. Екінші, мәйіттегі киімнің орны, оның жай күйі, зақымдану, ластану, беткіштердің, ілмектердің, түймелердің жай күйі мен тұтастығы, қан мен секрецияларға ұқсас іздердің болуы. Тексеру кезінде мәйіттен киім алынбайды, тек шешіледі және көтеріледі. Бұл туралы хаттамада тиісті жазба жасалады. Сонымен бірге мәйіттің жынысын, шамамен жасы, дене бітімі, терінің түсі белгіленеді. Сонымен бірге мәйіттің ерекше белгілері де көрсетілуі қажет. Физикалық кемшіліктер, тыртықтар, татуировкалар және тағы да басқа кемшіліктері болатын болса. Зерттеу уақытын көрсете отырып, ерте мәйіт құбылыстарының болуын да хаттамада көрсетілу керек. Денесінің ашық және киіммен жабылған жерлерін салқындату дәрежесі жанасу кезінде сонында анықтау қажет. Мәйіт дақтарының болуы, орналасуы, түсі, өлшенген қысым кезінде олардың түсінің өзгеруі және бастапқы бояудың қалпына келу жылдамдығын секундтармен өлшейді. Әртүрлі бұлшық ет топтарындағы мәйіттің қатаюының ауырлығы, жолақты бұлшық еттердің сыртқы әсерге реакциясы және электрлік қозғыштығы. Кеш мәйіт құбылыстарының болуы, шірік, май, мумиялау және тағы да басқа олардың ауырлық дәрежесі және анатомиялық локализациясын көрсетеді. Кеудеге басқан кезде аузынан қандай да бір иіс, алкоголь немесе тағы да басқа бар ма екенін анықтайды. Жарақат алғаннан немесе мәйіттің орнын ауыстырғаннан оның өзгерткенін, кейін жәбірленушінің мүмкін болатын тәуелсіз қозғалысының белгілері бар ма екенін соны анықтайды. Мәйіт пен киімде жәндіктердің болуы, олардың табиғаты ең көп жиналатын жері, бұл өлімнің ескеру мерзімін анықтайды. Тергеуші мәйітті сыртқы тексеру деректері мен оның табылған жері негізінде сот медицинасы саласындағы маман дәрігер оған келесі сұрақтарға ауызша жауап бере алатын білу керек. Бірінші, өлімнің басталу уақыты қашан? Екінші, өлім басталғаннан кейін мәйіттің орналасуының өзгеру белгілері бар ма? Үшінші, мәйітте сыртқы зақым бар ма? Олар қандай қарумен жасалған? Төртінші, мәйітті анықтау орны тексеру кезінде анықталған зақым келтірілген орын бар ма? Мәйітте немесе оның табылған жерінде қанға, секрецияға немесе басқа да іздерге ұқсас іздер бар ма? Алтыншы, өлімнің себебі неде? Қажет болғанда сот дәрігер өз құзыретінен тыс және қосымша зерттеулерді қажет етпейтін басқа да сұрақтарға жауап бере алады. Сонымен бүгінгі лекцияны барлығын қорытындылайтын болсақ, оқиға орнында табылған, оқиғаның тергеліп жатқан, оқиғаға қатыстылығы туралы мәселені ойша шеше отырып, тергеуші әртүрлі себептерге байланысты қателесу мүмкін. Өйткені оқиға болған жерді тексеру процесінде себеп салдардың байланысты өте табу қиын. Тергеуші қылмыс оқиғасына қатысты белгілі бір фактілерге, жағдайларға назар аудармауы мүмкін. Мұндай қателіктердің пайда болу мүмкіндігін болдырмау немесе кем дегенде оны азайту үшін біріншіден тексеру басталғанға дейін мүмкіндігінше көп ақпарат алуға
тырысу керек. Ол ақпараттарды кімнен аламыз? Оның алдында айтып кеткендей, куәгерлерден, жәбірленушіден, сарапшыдан, мамандардан, анықтау органдарының қызметкерлерінен біз аламыз. Жалпы осы жасалғандардың барлығы тергеу әрекеті ең соңында бізде хаттамада көрсетіледі.